Саламатсыздар ма достар, бүгін өте керемет бокс болды. Ол біздің бауырымыз Қамшыбек Қоңқабаевпен қарсыласы Бахадир Жалолов арасындағы өте керемет бокс болды. Әсіресе біздің Қамшыбек екінші, үшінші раундта өзін өте белсенді, батыл, өте активный дейді ғой, жұмыс жүргізді. Енді бұл жерде мен айтқым келеді, Қамшыбек, еңсең түспесін, сен өзіңді өте мықты көрсете білдің. Құдай қаласа, мынау олимпиадада, финалда екеуің кездесесіңдер деген үміттемін. Алдағы олимпиадада сол кезде саған жеңіс тілеймін. Бірақ Қамшыбек, сен өте өзіңді мықты көрсете білдің. Әрине, сен қарсыласыңда Бахадырды, оны мойындау керек, мықты боксшы болды, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы. Бірақ екеуіңіз, Бахадыр екеуіңіз рингте ғана қарсылас екендеріңізді, ал шынайы өмірде екеуіңіз дос екендігіңіз туралы осы Бахадыр бір сұхбатында, журналистерге берген сұхбатында айтты. Мен Қамшыбек Өзбекстанға келгенде мен оны қонақ күтіп жіберем. Мен Қазақстанға барғанда мен Қамшыбек қонақ күтіп жібереді деп екеуіңіздің достықтарыңыз туралы айтқан. Сондықтан қазақ-өзбек достығы жалғаса берсін. Бірақ өзіміздің Қамшыбек бауырымызға мен жанкүйермін. Құдай қаласа алдағы олимпиадада жеңіс тілеймін. Бахадир Жалоловқа да мен жеңіс тілегім келеді. Ал жақсы, сәттілік. Осымен әрине Азияда ойындарда аяқталып қалды. Енді біздің боксшыларға, жалпы қазақ боксшыларына мен тек қана жеңіс тілеймін. Бізде не бір мықты боксшылар шыққан кезінде. Соның ізін жалғастырыңдар, жігіттер.